жастар бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Есенғали Күлімжан. Мектеп алды даярлық сыныптары арасында әкем, анам және мен спорттық жанұямыз тақырыбында отбасылық спорттық сайыс өтті. Сайыс мақсаты ата-аналар мен балалары арасындағы қарым-қатынасты, денсаулықты нығайту, спортқа деген қызығушылықтарын арттыру. Мектебімізде зорлық-зомбылықсыз балалық шақ атты ұйымдар арасында жарыс болды. Бұл жарыстың мақсаты оқушылар жаман әрекетке бармауы, әлімжеттік болмауы, сабаққа кешікпей келуі, тәртіпке және талапқа сай болуы, ұйымдар арасында қазіргі заманның актуалды мәселелерді шешіп, тез ойын толықтай жеткізіп, жүлделі орын алды. Сайыста бас жүлдені Жас ұлан ұйымы, бірінші орынды Болашақ ұйымы, екінші орынды Адал ұрпақ ұйымы, үшінші орынды Жас полиция көмекшілері ұйымына берді. Мектеп ұстаздары да бірнеше сайыстарға қатысып бақ сынады. Өз жұлдызыңды жақ атты жас мамандар байқауы. Ұйымдастырушылар: Өскенбаева Мөлдір, Сыдықова Жанат. Ағымдағы жылдың 2 ақпан күні Ахмет Байтұрсынұлы мектебінде Самұрық жастар ұйымының жұмыс жоспарына сәйкес жас мамандар арасында педагогикалық дебют атты мектепшілік байқау өткізілді. Байқаудың мақсаты ашық білім кеңістігі арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту мен коллаборативті орта қалыптастыру. Спорт жетістігі: 9-11 сыныптар арасындағы баскетболдан аймақтық жарыста Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі командасы бірінші орынды иеленді. 9 сыныптар арасында баскетболдан мектеп аралық жарыста Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі командасы екінші орынды алды. 7 және 8 сынып арасындағы баскетболдан аймақтық жарыста Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі командасы бірінші орын алды. 7-8 сынып қыздар арасында баскетболдан аймақтық жарыста Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі командасы екінші орын алды. Алматы облысы Қарасай ауданы Жамбыл номері 2 орта мектебінде өткен волейболдан 9 және 11 сынып ұлдар арасындағы аудандық ұлттық лигада Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі командасы 3-ші орын иеленді. Алматы облысы Қарасай ауданы Исаев орта мектебінде өткен волейболдан 7-8 сынып бойынша аудандық лигадан Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі командасы 2-ші орынды иеленді. Грек-рим күресінен республикалық жасөспірімдер арасындағы Кебіспаев лигасының 3-ші турында 110 кг салмақ дәрежесінде 1-ші орын алған Мұхит Бейбарыс марапатталады. Іле ауданында өткен Мұқағали Мақатаевтың құрметіне ұйымдастырылған облыстық волейболдан Қарасай ауданы 1-ші орынды иеленді. Біздің мектебімізден Маратбаев Амир қатысып, мектебіміздің намысын қорғап, жүлделі орынға ие болды. Шахматтан облыстық мектеп лигасы жарысынан 7-8 сынып оқушыларымыз 2-ші орынға ие болды. Райымбек ауданы Сарыжаз ауылында облыстық шаңғы жарысы өткізілді. Облыстық шаңғы жарысына мектебіміздің дене шынықтыру пәні мұғалімі Серкебаева Сапаргүл Жақсыгелдиевна қатысып, шаңғыдан 3-ші орынды иеленді. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ақпан айының 7-ші жұлдызында информатика және физика онкүндігінде ерекше форматта ашылуы болды. Онкүндіктің ашылу аясында әр алуан қызықты ойындар ұйымдастырылған. Қуыршақ театры біздің мектебімізде 3-4 сынып оқушылары арасында қуыршақтар фестиваль байқауы өтті. Мұнда оқушылар қуыршақтармен ертегілер құрастырып, өздері кейіпкер болып байқауға қатысты. Байқауға қатысқан оқушылар мадақтамалар мен сыйлықтар алды. Ұйымдастырушылар өнер әдістемелік бірлестігіне алғысымыз шексіз. Аудандық әбіш оқулары байқауынан мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы Сабыр Айда 2-ші орынды иеленді. Жетекшісі Казиева Мария. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінде оқуға құштар мектеп жобасы аясында пән бірлестіктері арасында Ахмет Байтұрсынұлы шығармалары тақырыбында бірлестік байқау ұйымдастырылды. Байқаудың мақсаты Ахмет Байтұрсынұлы шығармаларын насихаттау болды. Пән бірлестіктері бірі қойылым көрсетіп, Ахмет ата образын сомдаса, бірі жазған шығармаларынан үзінді көрсетіп, ұстаздарға кітаптарын таныстырды. Байқау өз деңгейінде әсерлі өтті. Қарасай аудандық білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығының жоспарына сәйкес
2023 жылдың 16 ақпан күні Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектеп базасында білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығының әдіскері Ерлан Сейілхановтың ұйымдастыруымен шебердің қолы ортақ тақырыбында көркем еңбек пәні мұғалімдер арасында аудандық семинар практикум өткізілді. Мақсаты: шебер ұстаздардың практикалық жұмысы арқылы шеберлігімен бөлісу. Ұстаздар семинар практикумда тәжірибе алмасты, жинақтады, бөлісті, коллаборативті орталық қалыптастырды. Осындай семинар практикумды ұйымдастырып, өз деңгейінде керемет өткізуіне атсалысқан Ахмет Байтұрсынұлы орта мектебіне ұжымына алғыс жарияланды. Мектеп лигасының Ақбозат облыстық жарысында мектебіміздің 7-8 сынып шахмат командасы бірінші орын иеленді. 7-8 сынып шахмат командасы ойыншылары: Жолдас Алмас, Алтынбек Дәулетхан, Сарыбаев Ерлан, Жұмабаева Ақерке, дене шынықтыру пәні мұғалімдері: Серкебаев Өтебай және Сәбірбаев Мұстафа. Ауған соғысының ардагерлерін еске алуға арналған аудандық шахмат турниріне мектебімізден 10 оқушы қатысты. Бірінші орын алған Төлеген Абылай, Нұрхан Бағлан, Жолдас Алмас, Мұханбет Мөлдір. Екінші орын алған Садық Шынтемір, Тимур Нұрасыл, Есперген Ерасыл, Алтынбек Алтынай. Үшінші орын алған Алтынбек Дәулетхан. Қол добынан мектеп лигасының аудандық кезеңінде мектебіміздің 5-6 сынып ұлдар командасы бірінші орын алып, облыстық мектеп лигасына жолдама алды. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері: Қасымова және Илауов. Қол добынан мектеп лигасының аудандық кезеңінде мектебіміздің 5-6 сынып қыздар командасы 3-ші орын алды. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері: Кадекова және Сырманова. Грек-Рим күресінің жасөспірімдер арасындағы облыстық турнирде 110 кг салмақ дәрежесінде 3-ші орын алған үшін Мұхит Бейбарыс марапатталады. Қаскелең қаласында Мұқағали Мақатаевтың «Мен елімнің ертеңіне сенемін» атты республикалық балалар және жасөспірімдер байқауында мектебіміздің 3-ші сыныптар арасындағы жас талант оқушылары өнер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Аудан мектептері арасында өткізілген Мағжан оқулары байқауында аудандық кезеңде «Өлең менің шолпаным, айым күнім» Мағжан шығармаларын жатқа мәнерлеп оқу бағыты бойынша мектебіміздің оқушысы Сәрсенова Құралай 2-ші орынға иеленді. Жетекшісі Отарбаева Шуга. Дзюдо күресінен желтоқсан қаһармандары атты Тарлан спорттық клубының ұйымдастыруымен өткен республикалық ашық турнирде 9-шы В сынып оқушысы Сайт Мейірбек 2-ші орынға ие болды. Алматы облысы Қарасай ауданы білім бөлімі мемлекеттік мекемесі Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде өткен аймақтық үздік көркем еңбек пәні мұғалімі 2023 атты байқауға қатысып, 3-ші орын иеленген үшін Нысанбаева Гүлнұр Қарасай қызы марапатталады. Қол добынан мектеп лигасының аудандық кезеңінде мектебіміздің 7-8 сынып қыздар командасы 1-ші орын иеленіп, облыстық мектеп лигасы жарысына жолдама алды. Дене шынықтыру пәні мұғалімдері: Кадекова, Күлтай Сырманова және Жазира. 1 наурыз бүкіл әлемдік азаматтық қорғаныс күні. Мектебімізде 1 және 3 ауысым оқушыларына төтенше жағдайлар бойынша жаттығулар өткізілді. 25 ақпан күні мектебіміздің 7-ші сынып оқушысы мен сынып жетекшілері арасында қарым-қатынасты жақсарту мақсатында 2 жұлдыз талант шоу ән байқауы өтті. Байқау төмендегі шарттармен бағаланды. Жанды дауыста оқушы мен сынып жетекшісі ән орындау. Әнге сай сынып оқушылар қойылым көрініс көрсету. Байқауға 12 сынып қатысып марапатталды. Қаскелең қаласындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 1 наурыз күні алғыс айту күні және мәслихат депутаттарының сайлауына орай ұйымдастырылған үстел теннисінен Қарасай ауданының ашық біріншілігі өтті. Жарыста мектебіміздің жас оқушылары қатысып, өз жас ерекшеліктеріне қарай орындар алды. Жақсылықтың нышанындай, көктемнің нәзік гүл қырындай, саф алтындай сұлулықтың иелерімен күн нұрындай.
қуаныш пен жылулық шашатын нәзік жандыларды халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Аудандық үздік қысқа мерзімді сабақ жоспар байқауына қатысып, екінші орын алған бастауыш сынып мұғалімі Айнұр Қуанышбайқызы осы аптаның жұма күні махаббатқа, екі пайымды парасатты адамның сана билігінде жолығу деп баға берген. Өлеңдері өшпес мұра болып халық жадында сақталған. Қазақтың классик ақыны Мұхтар Шахановпен кездесу өтті. Кездесу барысында оқырмандар көкейінде жүрген сауалдарға жауап алды. Болашақ мектебі шахмат клубына қатысып 4-ші Ж сынып оқушысы Алтынбек Алтынай 1-ші орын, 9-ші Г сынып оқушысы Садық Шынтемір 2-ші орын, 5-ші Б сынып оқушысы Нұрхан Бағлан 2-ші орын, 1-ші Г сынып оқушысы Төлеген Абылай 2-ші орынды иеленді. Сіздермен болған 7 күн жаңалықтар бағдарламасы. Қош сау болыңыздар.